Сәлеметсіңдер ме балалар? Біз өзіміздің сабағымызды әрі қарай жалғастырамыз. Келесі әріп Б дыбысы және әріпі Б. Қайталаймыз. Б. Тамаша. Б дыбысы бізде дауыссыз дыбыс, сондықтан да біз оны көк түспен бояймыз. Яғни дауысты дыбыстарды біз қызыл түспен бояймыз. Ал дауыссыз дыбыстарды көк түспен бояймыз. Тамаша. Енді мына суретте бізде асқабақтың суреті салынған. Біз оны бояу керекпіз. Асқабақтың түсі қандай болады? Тоқ сары. Әлде болмаса қызыл сары деп те айтуға болады. Өстіп асықпай бояйсыңдар. Видеоны стопқа қойып қойға болады. Әдемі. Тамаша, жарайсыңдар балалар. Бұл асқабақ. Келесі сурет бізде себет. Себет. Кез келген түспен бояй бересіңдер. Өздеріне қандай ұнайды, соны таңдап алуға болады балалар. Өздеріңнің фантазияларыңа байланысты. Яғни бұл суреттер не үшін керек? Бұл жерде асқабақ, себет және мына үшінші суретте балық салынған. Балық, бар осы үш сөздің ішінде Б дыбысы бар. Суреттің астындағы үш нүкте не үшін керек? Өткен сабақтарда мен оны айттым. Мысалға, асқабақ сөзінде Б дыбысы қай жерде тұр? Сөздің басында ма, ортасында ма, әлде аяғында ма? Сол нүктені қызыл түспен бояйсыңдар. Негізі кез келген түспен бояй беруге болады. Өзіңізге қандай ұнайды? Балық. Мысалға, балық. Б дыбысы сөздің басында, Б, балық. Сондықтан балықтың астындағы үш нүктенің бірінші нүктесін ғана бояйсыңдар. Бар болған осы. Тамаша. Мен сіздерге түсінікті болу үшін өзім асқабақ, балық, себет деп жазамын. Оны сіздер дәптерге жазбай қойсаңыздар да болады, балапандар. Бұл көбінесе ата-анаға қатысты. Бұл жерде мен әдейі үстіп стрелкамен көрсетіп қойдым сіздерге түсінікті болу үшін. Тамаша. Себет. Б дыбысы бізде сөздің ортасында тұр. Сондықтан ортаңғы дөңгелекті бояймыз. Тамаша. Жарайсыңдар.